Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі марафонға қатысушылар, марафонға мен дәл қазір бақыттымын деген марафонға қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме сондай қатты қуаныштымын. Өзгерем деген жандар келіп отыр бұл жерде, өзгеріске бір қадам жасап отыр. Құттықтаймын, сіздер дәл қазір бақытсыздар, соны сездіңіздер. Сіздер, қайталап айтамын, дәл қазір бақытсыздар. Неге дейсіз ба? Өйткені сіз тірісіз. Сіз болсаңыз мынаны түсініңізші, сіз болсаңыз мына әлем бар, сіз жоқ болсаңыз мына әлем жоқ. Бақытсыз болып, әр сәттен, минуттан, сағаттан бақытты сезіне алмасаң, оданша өліп қалсай. Өліп қал, зачем өмір сүресің? Сүресің ба? Достойны өмір сүр. Достойны дәл қазір бақытты сезіні. Мұны мен не үшін айтамын? Мен жестко айтамын. Не үшін? Өйткені сізге әсер ету үшін. Сіз оны алмаңыз көңіліңізге, өзіме айтып жатырмын деп ойлаңыз. Мен әрқайсыларыңыздың ішкі дауыстарыңызбын. Мен сырттағы посторонний адам емес, сіздердің ішкі дауыстарыңызбын. Соны түсініп алыңыздар. Бірінші сабақтан бастап осыны айтып қояйын сіздерге. Ішкі даусым маған айтып жатыр. Ішкі жаны ашыған даусым маған айтып жатыр деп айтыңыздар. Жаным айтып жатыр маған. Сондықтан да бірден неге айтып отырмын бұны? Өйткені сіз дәл қазір бақытты сезінсеңіз, сіз сол бақытты өміріңізге тарта бересіз. Сіз ойламаңыз, бақыт болашақта, жетістік болашақта, ақша болашақта деп. Дәл қазір сіз нені сезініп жүрсіз, нені ойлап жүрсіз, соны реалдығыңызға, өміріңізге тарта бересіз. Бұны өзіңіз саралап қарасаңыз да болады. Талай адамнан естисің. Осының болатын ішім сезіп еді. Осы баланың бірдеңеге ұрынатынын біліп едім деп айтасыз ба? Айтасыз. Неге? Өйткені сіз оны ойлап қойдыңыз. Сіз оны ойлап, жаратып, реалдығыңызға тартып қойдыңыз. Сондықтан да сіздер уже дәл қазір өзгеріс басталды сіздерде. Әр ДНК-ларыңызда, клеткаларыңызда, саналарыңызда уже жарылыс басталды. Неге? Өйткені менің реалдығыма кіріп жатсыздар сіздер. Менің реалдығымда бай, бақытты болу оп-оңай. Осы реалдық, осы толқынға сіздер кіріп жатсыздар. Құттықтаймын шын жүректен. Бүгін негізі сабақ бірінші сеанс басталу керек еді, бірақ мен бүгін бастаған жоқпын. Оның өзіндік себептері бар. Ертең басталады. Бүгін сіздерге дайындық керек. Кез келген жолға шығатын кезде де, үлкен сапарға шығатын кезде де адам дайындалады ұзақ сапарға. Тура сол сияқты бүгін сіздер дайындаласыздар. Қалай дайындаласыздар? Біріншіден ештеңе ойламайсыздар. Осы уақытқа дейін ананы да ойлап, мынаны да ойлап, ананың көңіліне қарап, мынаның көңіліне қарап, өткеннен өкініп, болашақтан қорқып келдіңіздер. Енді ертеңге дейін тапсырма сіздерге ештеңе ойламайсыздар. Абсолютно жындылар болады ғой. Өмірден ештеңе ойламайтын, уайымдамайтын. Сондай боласыздар. Тапсырма солай, бірінші тапсырма. Ештеңе ойламайсыздар. Денеңіздің барлығын босатасыздар. Мен дәл қазір бақыттымын деген сезімді әр клеткаларыңызда сезінесіздер. Болды, осы тапсырма бүгінгі жестко реалдық өзгереді уже. Осыны ойлағаннан бастап, дәл қазірден бастап, уже сіздердің реалдықтарыңызда өзгеріс болып жатыр. Өзгеріс болып жатыр. Өзгеріс дәл қазір басталды. Сондықтан да сіздерді құттықтаймын шын жүректен. Тағы бір айтатын мәселе, мына сабақтың сілтемесін, мына сабақтың видеосын кім басып алып, танысына, досына, туғанына, туысқанына тарататын болса, мына сабақтың пайдасы тимейді. Бірден айтайын. Мен түп саны арқылы келісімшартқа отырамын сіздермен. Түп саны арқылы келісімшартқа отырамын. Кім міне бірден айтайын. Осы сабақты ақша төлемеген адамға таратты ма, болды, ол өзіне блок қойды. Ол өмір бойы. Наоборот, бұл сабақтан пайда емес, зиян блок алып кетеді өзіне. Сондықтан да мен әдейіге осының пайдасын көргеннен кейін, өзім өміріме қолданғаннан кейін, өзіме жестко әсерлері болғаннан кейін, көбірек адам білсін деген ниетпен осындай копейкада сіздерге беріп отырмын. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да бұл сабақтың қадірін білмейтін адамдарға бұны тегін беріп қорламаңыздар. Өздеріңізді де, мені де. Бір мүмкіндік берем, таныстарыңызға алсын сатып. Бұндай мүмкіндікті мен келесіде жаратам ба, жаратпаймын ба, білмеймін, көбірек адам білсін деген ниетпен жаратып жатырмын. Өйткені неге? Өйткені қоғам ол бір тұтас әлем. Бұл үлкен күш
біріккен кезде үлкен өзгерістер әкелетін мәселе. Сол үшін де мен осы бағада сіздерге ұсынып жатырмын. Сондықтан да таныстарыңыз бола ма, досыңыз бола ма, балаңыз бола ма, күйеуіңіз бола ма, сатып алып көреді. Сатып алып көрсін. Наоборот, шақырыңыздар. Бұл мүмкіндік, бұл жаратып жатқан мүмкіндік көбірек адам білсін. Шақырыңыздар, қатыстырыңыздар осы марафонға. Көрсетіңіздер. Мына видеоны көрсетсеңіздер болады. Бұл тегін. Көрсете беріңіз, тарата беріңіздер. Бірақ ертеңнен бастап болатын сеанс сабақтарды таратсаңыздар болды. Өздеріңіз блогқа түстім дей беріңіздер. Бұл сабақтан пайда алмайсыздар ешқандай. Міне, мен түпсән арқылы келісімшартқа отырдым дәл қазір. Тағы да қош келдіңіздер. Тағы да құттықтаймын өзгерулеріңізбен, осы реалдыққа кірулеріңізбен, бақытты өмірге қарай қадам басуларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Тапсырма ұмытпаңыздар. Мен дәл қазір бақыттымын. Сол сезімді сезініңіздер қазір. Одан басқа ештеңе ойламаңыздар. Уже сіздер ертең тұрған кезде төсектен басқаша оянасыздар. Ертең тұрған кезде айналаңызға алғыс, рахмет айтып оянатын боласыздар. Сондықтан да баршаңызға тек қана сәттілік, реалдыққа, өзгеріске қош келдіңіздер. Мен барлықтарыңызды көріп тұрмын. Уже өзгеріп жатсыздар. Уже өзгердіңіздер. Сондықтан да құттықтаймын шын жүректен өзгерістеріңізбен, өзгерулеріңізбен. Ертеңге дейін жолыққанша, пока.